Ендігі тақырыбымыз мына бәріміз айтып жүрген Шыңғыс хан туралы болмақ. Шыңғыс ханды енді әркім әртүрлі саққа жүгіртіп, мына Ресей мен Қытай империясы оны моңғол деп, қазаққа түріктерден алыстатқысы келіп моңғол деген халықты ойлап тапты. Шынында моңғол деген халықтың өзі түрік тайпаларының жаңағы сібір халықтарымен, манжурлармен, қытайлармен, жаңағы тибеттіктермен араласқан, содан пайда болған халық. Бірақ олардың 3,5 мың сөзі баяғы түрік тайпалар, олардың ішіндегі түрік тайпалары толып жатыр. Әртүрлі атаулары, мысалы жалайыр деген жағылар, дулат деген дулат, дұқылат деп атайды екен. Сонан кейін мынау бір тайпа бар, Шорас деген қазір горный Шорсы Алтайда қалып қалған. Бұлар өйткені бұларды Ресей империясы басып алғаннан кейін олардың тұрған жері Ресей құрамына кіріп кеткенде, олар да сол моңғол деп жүрген елдің құрамында да бар. Моңғолдың негізін құрап отырған сол қазақтар еді. Оғыздар да көп болған, оғыздың әртүрлі рулары қалып қалған, қалмақ дегендер болған. Содан пайда болған негізгі халық шындығында ол моңғолдан гөрі түрікке жақын. Моңғол деген ел тарихта болмаған, моңғол деген ел болған. Ол моңғолды біз жаздық осы кітапта, тамыры мен моңғол деген қалайда шыққан. Шыңғыс хан туралы да бұл кітапта жаздық. Бірақ енді Шыңғыс хан туралы үлкен кітап жазып жатқандықтан бұл жерде қысқаша негізіне тоқталып кеттік. Шыңғыс ханның шыққан елі жалайыр. Ал енді мынау әркім әртүрлі айтады. Мына Шыңғыс ханның киімінде мынадай Т деген таңба тұр. Қарасаңыздар, Т деген таңба. Бұл жалайырлардың таңбасы. Оны Қазыбек Бектің кітабында түптен жалайырдың 25-ші ұрпағы дейді. Енді Қытайлар шығарған Шыңғыс хан деген кинода осы таңбамен Шыңғыс ханның өзі де, ағалары да, балалары да, немерелері Т деген таңба, жаңағы киімдерінде бүйтіп Т деген таңба, жалайырдың таңбасы тарақты. Бұл тартпайтын дәлел оның жалайыр екеніне. Шыңғыс ханның аты Темір болған. Оған хан сайлағаннан кейін Шыңғыс деген ат болған. Содан қазақтар оны Теміршін деп екі атауымен бірге атап жүрген. Содан жаңағы Қытайлар жазған кезде, Қытайдың иероглифінде салмақ түскен кезде темір деген салмақ, Теміршін деген аты жазылмай қалады екен, Темучин болып қалады. Содан біздің ақымақ ғалымдар Темучин деп атап жүр. Теміршін шындығында. Сол салмақ түскенде жазылмай қалған Қырғыз деген атауы, Қырғыз деп жазып, Қақас деген елмен Қырғыз деген халық бір ел. Қырғыздарға мына біздің аталарымыз мынау Ыстықкөлдің жағасын берген. Содан қырғыздар кірмей, олар қазір өздерінің тарихын білмей бөлшіп жүр. Шындығында бұл Ыстық деген жапырақтың баласының атауымен қалған жер, аймақ. Ал енді Шыңғыс ханды Теміршін деп атап хан сайлап, біздің аталарымыз, оның жанындағы тайпалары түгелмен негізі қазақ тайпалары моңғол деген атау ол Абыл ұрпағына берілген. Шыңғыс хан тарихына қараңыз, Найман бар, Керей бар, Абақ Керей бар, Қоңырат бар, Уақ бар. Кім жоқ бұл жерде Шыңғыс хан тарихында? Ұлы жүздің қазақтары жоқ. Оның үстіне Абыл ұрпағы. Абыл ұрпағына берілген атау деп Қазыбек би айтқан. Ол енді моңғол ұрпағына неге моңғол атауын берді? Ол басқа тақырып. Моңғол деген ол оғыздардың арқатасы. Моңғолдан Қарахан, жаңағы Қараханның Оғыз туады, Оғыздың 22 тайпасы бар. Ал енді Қарлық пен Қалаш оларға кірмегендіктен ол Оғызға жатпайды, олар моңғол деп аталған. Қарлықтар осы Жетісуды басып алған 766 жыл. Содан осы жерлер Моғолстан деп аталған. Содан осы жерде тұрған Абыл ұрпағы бәрі моңғолмыз деп жүре берген. Өйткені негізгі халық жаңағы моңғолдар болғаннан кейін, моңғол атауы өзіне жат болмағаннан кейін, түрік атауы болғаннан кейін, моңғол аталып кете берген Абыл ұрпағы. Оны да осы кітапта жаздық, жаңағы мына кітапта. Оны да осы кітаптан алып түгелімен оқи аласыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.